Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тестасы өте жұмсақ болатын пепперони пиццасының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге керегі ұн, жылы сүт, жылы су, сұйық май, сухой дрожь, қант, тұз. Ең алдымен жылы су, қантты, дрожьды араластырамыз. Енді осыны 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 15 минут өткен соң тұзымызды, майымызды, ұнымызды аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінеке, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығуы қажет. Енді осыны 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Колбаса, сыр моцарелла, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, және кетчуп и майонез. Ең алдымен колбасаны жұп-жұқа етіп турайтын боламыз. Енді сырымызды екіге бөліп, пробкадан өткіземіз. Минут тұрды. Енді бұдан мен 2 пицца жасаймын. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, сырды саламыз. Сырды көбірек салған сайын пиццаның дәмі өте дәмді болады. Осыны 200 градуста 9-10 минутта пісіріп аламыз. Мінеке, біздің пиццамыз дайын. Пицца өте дәмді болған. Иісі өте керемет. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.